Баршаңызға сәлем. Бүгін пешсіз дайындалатын ең оңай тортты әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде каналыма жазылып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл торттың дәмі маған өте қатты ұнады. Дәмі сникерс тортына ұқсайды. Алдымен печеньені майдалап аламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Үстіне арахисті, яғни жер жаңғақты қосамыз. Сіздер басқа да жаңғақтарды пайдалансаңыздар болады. Мысалы, грек жаңғағын қоссаңыздар болады. Енді бөлек ыдысқа какаоны салып, үстіне қантты саламыз, жақсылап араластырамыз. Үстіне суды құйып, біртіндеп араластырып шығамыз. Енді сары майды қосып араластырамыз. Орташа отта 5-6 минут қайнатып, сары май ерігенше араластырамыз. Сосын кішкене суытып алып, печеньенің үстіне құйып шығамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, қонақ келгенде өте тез дайындалатын торттардың бірі. Және пешті қажет етпейді, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар тұра береді. Енді дайын болған соң формамызды алып, салып шығамыз. 180-200 сантиметрлік форманы пайдалансаңыздар болады. Мен осындай арнайы торт салатын тәрелкеге осындай форманы алып, салып шықтым. Тоңазытқышқа жарты тәулікке қойсаңыздар болады. Бетіне шоколад құйдым. Сіздер басқаша сәндесеңіздер де болады бетін. Және арахис жаңғағын салып шықтым. Тортымызды тоңазытқыштан алдық, енді кесіп көрсетемін. Дәмі өте керемет шыққан, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге ас болсын.